Бүлі-білі құлыстар үйренетчілері Сунтарга научная-практическая конференция түмістілер. Улус политехническая лицея конференцияны республикаға кеңнік білдер. Ученый брас Михаил Тырылгин «Истоки феноменальной жизнеспособности народа Сахаден» кенегетігер олғыран терейді. Чинчиятчілер сақалығын жағағын, философиятын кепсир үлелерін көміскәділер. Мира Афанасьева үтчат бәйе культуратын, историятын тәбілерін тоғласта. Сунтардағы политехнический лицей өре хайгетер саңа иетер өретер немалары кеңник туттар. Ол күрдік ан бастан улуска сахан оротун олығын жағын культуратын көрдерер кәпсир научная практическая конференцияны теренітті. Конференция ұйтыларығар өрсылларға селі кырын кітті оқсуспут ученый брас Михаил Афанасьевич Тырылгин «Истоки феноменальной жизнеспособности народа Саха» денілеті сүрін төрет болла. Бірген проблема общества әлбәқ, оны бола бұл именно бұл рыночный отношенияларға, бұл ханға тоқтарға, политической ситуацияларға, кейғайда бұлықтағы идеян. Дальше бұл өбігілер біт, идея дебіт традициялара, бұл сетегейлерін, бігі дальше салқыр бұт көріндік, оны дөсі баятан кәңәтен, сайынларан, идеялер бұт білемей ұтық тоқтақ бұт, естәқ біт. Конференция кыттылақтыра сүрін чинчер үлелерінен история, сақалығы жағаға төрітчі үйрети әмтені уонна датын кен кәскілләқ темалар болдылар. Оғы бәйтін омук бұғытнан кен тұттуқтақ, культуратын білектәқ, үйретектәқ, отчоғар омук сайдар кәскілләқ ден әдер чинчиятчілер саналарын үлләстәлләр. Біз сақа жоны болар бұл бұғытнан бәйбіт үйәннер бүтін, онна мұқтар бұдын білектәқ біт яғынығын, онна иннеке гәнчәрет чаппытығар бейген бейкеп сиркурдук тоқ. Келер канчары чаттар болар бу бихиге хага херенин нигите оны бихиге бейбит хагалар туспа культураларын бейбит уникальный хайды бүтүн бейбит доробиядан карыстан бейбит өбгөлөр бүт үгестерин тутуган хыжак билен нады диханын Терәһен чәрчиннән огларга хомус күрәгә өбүгә уйнуларыгар сака ахыгар күрәхтиһиләр булдылар. Конференция түмүгән резолюцияларына үлә өссә дә сайдар кескиле кең. Мира Афанасьева, Роман Уаров, Радомир Сергеев, Саха телевидениете Сунтарулу.